Иман-Жүсіп 21 бөлім. Жер ауған. Бірер күннен кейін омбыдан жалғыз ат жеккен 4 аяқты ағаш арба шықты шиқылдап. Қаланың көшелерінде арба жол бер деген сияқты еді. Қаладан алыстап, қалың тоғайдың арасына кіргенде кеттік деп безілдеп бара жатқандай естілді. Арбада 2 адам, Иман-Жүсіп пен Бәтима. Иман-Жүсіптің аяғы арбаға сыймайтын болған соң салбыратып жіберген екен. Бақайының басы анда-санда жерге тиіп барады. Бәтима Иман-Жүсіпке жабыса түседі. Не болғанын түсінбей жаутаң қарай береді. Жексен екеуі мініп келген ала бие мен ерке күреңді омбы базарына сатқызған. Теңбілкөкті серінің тақымына жаққан жануарлардың бірі еді деп қимаған. Ерке күрең Теңбілкөктің жанынан кеткісі келмей бұлқынғанда, екеуінің көздерінен жас ыршып түсіп еді. Бірақ амал жоқ. Серінің өзінен артық па? Ақшасы өз игілігіне жұмсалса, одан артық не арман бар? Ерке күрең сатып алған сығанның қолынан 3 рет қашып шықты. Алғаш рет базарда Жексен мен Бәтимаға ақшасын төлеп, атты ноқталап алып кете бергенде, ат артына қарап шұрқырап кісінеді. Тыпыршып, ойнақшып, шалқалақтап басын жұлқып қалғанда, сығанның қолынан ноқтаның сабағы шығып кетті. Ат базарды 1-2 рет айнала шапқылады да, пәтеріне кетіп бара жатқан Бәтима мен Жексенді қуып жетті. Артынан жайдақ атқа міне салып сыған да келген. Осыны сатпай-ақ қойсақ қайтеді, деді Бәтима Жексенге қарап. Осының 2 жақ жауырынымен бірге біткен қос қанат бар деуші еді сері. Иман-Жүсіп олай дегені расты. Қысылтаяң күн туа қалса мінілер деп жүретін. Ұша жөнелгенде 4 аяқты мал түгіл мылтықтың оғы жете алмас. Саудагер сыған мал танитын қу еді. Ақшаңды қайтып ал дегенге көнген жоқ. Өрме жүгеннің сыртынан қайыс ноқта кигізіп, қанша бұлқынғанына көнбей ерке күреңді алып кетті. Ол кезде омбының байлары, саудагерлері ат жаратып, ипподромда ай сайын кемінде 1 рет айнала жарыс жасап тұратын. Ерке күрең бұрынғы шауып жүрген 40-30 атқа шаңын да көрсетпейтінін сезіп тұрсыған. Озған аттың бәйгесі бай қызының қалың малынан артық. Сауда сақал сипағанша. Ақшаңды алдың ба, қол соғылды ма, сөз бітті деп сыған бет қаратпады. Жексен мініп келген ала бие де көз тартатын мал еді. Оны да ат саудасынан көніккен алып сатарлар қол аяғын жерге тигізбей сұрағанын беріп қағып әкетті. Бірақ ерке күрең сығанның қолында көп тұрған жоқ. Биіктігі 1 саржан ашық аранға қамаулы болатын. Соған сеніп аттың басын байламай бос қоя береді екен сыған. Ерке күрең содан қарғып шығып, құйрығын шаншып алды да, омбының бір ұзын көшесін түгел дүрліктіріп шапқан бойымен ертіске барып күмп беріп түсіп кетті. Одан жүзіп өтіп, Күйгенжар, Қарасу қайдасың деп бірақ тартты. Жолда кездесіп, ұстап аламыз деп қуып көргендердің бірін маңына дарытпады. 3 күн өтіп, 4-ші күн дегенде Құтпанның Қарасу бойында жатқан жылқысына қосылды. Таңертең ерте тұрып су алуға барып едім, бір ат шауып келіп суға түсті де жүзе жөнелді. Көз алмай қызығына қарап тұрдым. Арғы жиекке шығып алды да шаба жөнелді депті бір орыс қатыны. Жануар Иман-Жүсіптің қанаты екен ғой десті омбы халқының қазақ жағы. Құтпан малында құт бар деуші еді. Сол құт-берекенің біреуі екен ғой десті енді біреулер. Арбаның үстінде шайқалып, теңселіп келе жатқан Иман-Жүсіп пен Бәтиманың көз алдарына әлденелер елестейді. Ақ таяққа сүйеніп, жығылып кетуге таяу тұрған сақал шашы әппақ Құтпан шал. Сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді. Жауырыны әлі де қақпақтай. 2 бетінен қаны тамады. Буын-буынды алып тастаған әттең кәрілік. Әйтпесе 25-тегі заманы қайтып келсе, астына бір сәйгүлік, қолына бір қақ сойыл тисе, көрер еді поштабай-шоштабайлардың қотанға шауып кіріп ат ойнатқанын. Кәріліктен ажалсыз кісі өлмейді.
Бірақ адам істеген іс өнбейді. Кәріліктен жаман ит көргенім жоқ, ұрмай соқпай өзіңді кісен дейді деген сөз рас екен деп басын шайқайды. Әкесі есіне түскенде Иманжүсіп. Бір Құдайдан басқа сенерім жоқ деп, 5 уақыт намазын қате кетірмейтін болды Ақшабай. Ол мал дегенге, шаруа дегенге намаздан қолы босағанда ғана қарайтын адам. Намазға отырғанда дүние өртеніп бара жатса да мойнын бұрмайды. Құтпан айналасында ендігі қалғандарының ішінде бас көтерері Шоңай ғана. Өжеттігі де, ерлігі де бар, сөз де біледі, бірақ жалғыз. Сонау Ақшабайдың Тұрсынбайы, Зейнептен туған Дәулетхан, өзінің тұңғышы Біләл ер жетіп, соңынан ергенше қашан. Осы сапарда Иманжүсіпке ажал жетіп, көзі жұмыла қалса, бәрі де кеткені ғой, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында. Елге қайтар күн туса деп, күрсінгенде кеудесінен жалын будақтағандай болады. Қайтарсың, қайтарсың серім, уайымдап қажи берме. Адамның басы Алланың добы деген. Алланың салғанына көнбейтін пендесі жоқ. Шыдайық бәріне де деп Бәтима басу айтқан болады. Ұлықтардың ішінде Иманжүсіптің бір разы болған адамы осы генерал-губернатор. Әлде Ақмоланың Шолақ Оязын жақтырмайтын бір сыры болды ма? Әлде өзі әділдік алдында бас иетін адам ба? Әйтеуір Иманжүсіпке жасаған жақсылығына түсініп болмайды. Иманжүсіп ойлайды да басын шайқайды. Екі туып бір қалғаны емеспін. Ойыңда не бар айт, сұрағаныңды берейін деген ол жоқ. Сонда менің неменеме қызықты бұл? Құдай итерген шығар мұны да. Аққа Құдай жақ деген, Құдай деген адам шығар. Жоқ, дейді Иманжүсіп. Ойға қарай безектеп, шиқылдап, өрге қарай ыңқылдап күшеніп келе жатқан арбаның үстінде, көзін Бәтимадан алмай қадалып отырып. Құдайдың айтқанымен жүрген орыстың ұлығы да жоқ, қазақтың ауылнай болысынайы да жоқ. Айта берсең, аузынан Құдайы мен Алласы түспейтін анау Тәшти Хазірет Құдайдың әмірін орындап жүр дейсің бе? Бәрі бекер, бәрінікі аярлық. Бәрінің де ауыздарында Құдай, жүректерінде арамдық. Нағыз адалдық, нағыз адамдық солардың 1000-да біреуінде ғана бар. Дүние үшін жанның бәрі қайғы жеген, ешкімді күйдірмеймін текке неге. Кісі тапшы, мен соған жаным құрбан, ақ жүрек шын көңілмен Құдай деген депті бір ғұлама. Соның сөзі рас. Мына губернатор мырзаның кісілігі бар адам ба деп ойлаймын. Көзіне көрінген бетті-ақ сөзден бастамай, дүреден бастар деп едім мен. Құдай-ай, сақтай көр, айтпашы дүресі түскірді, деді Бәтима. Ауылға солдат шауып кіргенде, тұш етіңе ащы таяқ тигізбегенің қандай жақсы болды. Сені дүрелеп жатса, біздің не жанымыз қалар еді. Әтікем байғұс өліп кетер меді, қайтер еді. Соны білдім ғой. Бәріңді азапқа салып, жандарыңды қинағанша өзім жалғыз көрейін дедім. Ту, серім-ай, сенің жолыңа бүкіл Әтікем айналасы құрбандыққа шалынса өкінбес едік. Шіркін, орыстың оқыған ұлықтар-ай. Кісілік, әділдік осылардың қолында екен ғой. Ана біздің Шолақ Ояздарды айтсайшы. Шолақ Ояз десе Шолақ Ояз. Бір дуанның халқы атын қалай тауып қойған. Өзі де Шолақ, ақылы да Шолақ. Райымхан айтақтаса үреді, ұр десе ұрады. Тамағын кім тойғызса, қалтасын кім толтырса, соның құлы. Омбы губернаторының Иманжүсіпке жасаған жақсылығы бұл ғана емес, тіпті көп. Барған бетте бірер ай болмаса, 5 жыл бойы түрмеге қамалмасын депті жөнелту қағазында. Басы бос болсын. 3 күнде бір, тіпті жұмасына бір көрініп кетіп тұрсын. Қашып кетеді деп қорықпаңдар. Бұл қашпайтын адам. Қатыны мен екеуі пәтер жалдап тұрам десе, оған да қарсы болмаңыздар. Жұмыс істеп, сауда істеп, тамақ табам десе, онысына көмектесіңдер. Бөтен мінезі білінбесе, 5 жылдан бұрын босатып қоя беруге де болады деп жазыпты. Омбыдан алыстаған соң қашып кетуге болатын еді.
Бір жұма жүріп, Темірқала тұсына келгенде ел де сиреді. Арасынан ит мұрны өтпейтін қарағай орманда қалыңдады. Кетіп қалсақ қайтеді деп, Бәтима талай қыңқылдады. Оған Иманжүсіп бастырмады. Қашқын атанғым келмейді дейді ол. Адалдықпен өлсем арманым жоқ. Сонда Сарыарқада еркін жүргеннен Алтайда айдауда жүрген артық па? Асықпа Бәтіш, Сарыарқа қайда кетер дейсің? Сайраңдаймыз әлі. Райымхан болыстан басқа дұшпаным жоқ менің. Әлі-ақ барармыз арқаға. Көрерміз ағайын туысты, жанашыр досты, алармыз кекті. Шола қояшы. Ол досым да емес, қасым да емес. Ол Райымханның айтақтағанына үріп жүрген төбет. Қанша тұрар дейсің, кетер бір күні. Омбының губернаторы қашпайды депті мені. Ол маған сенді. Қашып кетсем, оған опасыздық жасағаным болмай ма? Жігіт емес екен демей ме? Ойлашы өзің, Бәтіш. Бәтима үндеген жоқ. Ішінен тек Қайран Есіл мен Нұра, Күйгенжар мен Қарасу, Әтікем мен Зейнеп, Тұрсынбай ағасы мен кіші жеңешем деді де қойды. Иманжүсіп Бәтиманың осы ойын білгендей, арбаның ырғағына теңселіп келе жатып, өлеңдетіп жіберді. Бұғылы мен тағылы бүркіт салған, ұйпалақтап қып-қызыл түлкін алған, Ақтау, Ортау, Сарысу, Көктің көлі, көзімнен бір ұштау дүние жалған. Баласы Құтпанбайдың Иманжүсіп, естекке мен не қылдым соңға түсіп. Құдайым Райымханды берсе қолға, алар ем ойланбастан басын кесіп. Көлденең күнбатыстан аққан нұра, көп еді оған құйған өзен жыра. Көдең мен Сарыарқаның бетегесі, бірің нәр, бірің қорек, бірің шипа. Иманжүсіп бір сарынмен күңіреніп өлең айта бастағанда, Бәтима көзінің жасын көрсетпей теріс қарап солқ-солқ етті. Еңіреп қоя беруге ат айдаушыдан именеді. Жүсібінен жасқанады. Ақырында көзінің жасын тыйды. Жаулығының етегімен бетін сүртті. Содан кейін Иманжүсіпке қырындап отырды. Қойшы серім, қайдағы бір адамның жүйкесін босататын өлеңдерің таусылмайды ғой. Күлетін, жан сергітетін бірдеме айтыңызшы. Иманжүсіп Бәтимаға жалт қарады. Көңілін жабырқатқан екем деп қысылып қалды. Жақындай отырып, жауырынын қапсыра құшақтады да алдына қарай тартты. Жарайды, басқа өлең айтайын, тыңда. Мен елімде жүргенде жұрттан астым, менсіген болыстың көңілін бастым. Күйеуі әкетем деп келген түні, көзінше Бәтиманы алып қаштым. Бәтима ішегі қатқанша сылқ-сылқ күлді. Алып қашқан жоқ едіңіз ғой? Менің қайтсе де қалмайтынымды сезіп, әкем мен шешем ұзатып берген жоқ беді? Оның рас, қалжыңға айтам Бәтішжан. Түкең басқаларда емес, ақылды адам ғой. Қайтарып айдап әкелетін қалың малына да қызыққан жоқ. Қажының қаһарынан да қорыққан жоқ. Несіне қорықсын? Біздің арғы аталарымыз атақты батыр болған дейді ғой. Оның алдында осы қажының аталары тек тізерлеп жүріп келіп жығылады екен. Оның рас, бірақ сол қажы Райымханмен үндес болып, маған қолынан келгенін істеп бақтау. Қолынан келетін өнері жоқ, сойыл ұстап шығатын жүрегі жоқ. Бірақ біреуде есесі кетсе, соны өлі өлгенше ұмытпайтын қаскүнем адам дейтін біздің ел. Тірі болсақ, әлі талай кездесерміз бұл мырзалармен. Күн ілгері, жыл алда. Қойыңызшы сері, осыдан аман есен елге қайтсақ, тып-тыныш отырамыз, мал бағып, Әтікемді күтіп, не керек алысып жұлыса беріп. Мен тыныш отырар едім-ау, отырғызып қойса. Елге қайтып келе қалсам, Шолақ-Ояз бас болып, Райымхан болыс, Пересыпкин тыныш жатар дейсің бе? Шіркін-ай, мынадай ыстықта Қарасуға барсақ, үлкен үйдің салқындап тұрған сары қымызынан бір тостаған қолға тисе. Бас алмастан жұтар едім. Тостағанның түбін көкке бірақ көтерер едім. Сағындым-ау. Шықпай жатып сағынсаң, 5 жылға қалай көнесің, қалай шыдайсың?
Онда мені Өскеменге жеткізіп, тапсыратын жерге тапсырған соң, бір ат сатып мін де қыр жолымен елге қайт. Сұрай-сұрай Меккеге де барады деген ел іші. Бірден бірге қонақтап отырып табасың, жетесің. Ойбай, айта көрмеңіз деп шыр ете түсті Бәтіш. Сізді көрмеген, білмеген елге жалғыз тастап кеткенше, бірге өлсем болмай ма? Күйсем де, жансам да біргемін сізбен. Әуелде белімді бекем буып неге шықтым дейсіз? Не көрсем де бірге көрем. Олай десең, ел жұртты аузыңа ала берме. Өзің де жүдейсің, мені де қажытасың. Жарайды мырзам, деді Бәтима. Иманжүсіптің мойнына білегін салып, айтқаныңыз болсын. Бірақ туып өскен жер, құрбы құрдас, ата-ана, адам баласының есінен кете қояр дейсіз бе? Иманжүсіп Бәтиманы өзіне қарай тартып, мойнынан құшақтап, бетінен сүйді. Айдалу мерзімі де бітіп қалды. Өскеменнің жандарм басқармасындағы келді, көрінді деп белгі қойып отыратын таныс чиновник Иманжүсіпке кейінгі бір барғанда, сені Ояз бастығы іздеп отыр деді. Барайын. Өскеменге алғаш келгенде алдына шақырып жауап алған ұлық, қара мұрт, шашын әдемілеп қайырған дембелше орыс. Айдалу уақытың бітуге таяу. Еліңе қайтам десең, жол қаражатыңды, киім кешегіңді дайында. Бұл жақта бір жола қалам десең, тағы өзің біл. Жаз ортасы жақындағанда босайсың. Осы жақта қалып қойсам деп толқып жүргені осы арада есінен шығып кетті. Еліме қайтайын, мырза, рұқсат болса деген сөздер аузына қалай түсіп кеткенін өзі де байқамай қалды. Пожалуйста. Иманжүсіп қуанғаннан күле береді. Спасибасын жаудырып жатыр. Жүрегі алып ұшып, өне бойы дірілдеп кеткен тәрізді. Қорыққан да бір, қуанған да бір деген ғой. Осыдан бір ай өткенде таныс чиновник шабарманын жіберіп шақыртып алған. Босадың, Құтпанов. Иманжүсіп күліп, басын изеп, тағы да спасибалап жатты. Өскеменде 4 жылдан бері дәмдес, тұздас болып қалған таныстар, достар, құрбылар, құрдастар, орыстар, татарлар, қазақтар жиналып шығарып салды. Тозған киімдерін тастатып, екеуіне жаңадан киім кигізді. Жеріңе жеткенше деп, қоржынның екі басына азық-түлік салып берді. Мына бір аздаған ақша жолда керек болар, қалталарыңа салып алыңдар деп, орамалға түйіп ona келді. Оған Иманжүсіп қорланды да, намыстанды да, бірақ достар ренжитін болған соң амалсыздан алды. 3 күн өткенде Бәтима екеуі Алтай тауларынан ертістің ағыны мен ағаш айдайтындардың салына отырып Семейге тартты. Бір жұмада жылжып отырып, бұлар Семейге жетті де, сал иесімен қоштасып, екеуі түсіп қалды. Иманжүсіптің иығында екі басы әлі де ортаймаған қоржын. Бәтіш шапанын қарына тастай берген. Бұл қалада Иманжүсіптің тамыр танысы жоқ. Қайда барарын білмей біраз тұрып қалды. Қай заманда болса да қала халқының бас қосатын, бірімен бірінің табысатын жері базар. Өтіп бара жатқан біреуден базардың жөнін сұрап еді, ол осы көшемен аяңдай берсең табасың деді де жүріп кетті. Жаңағының сілтеуімен Иманжүсіп пен Бәтима бірінің соңынан бірі аяңдап келеді. Қаланың бірен-саран кездесе қалғандары бұл екі адамның бұл аранікі емесін айтпай-ақ білгендей. Мынадай ми қайнап тұрған ыстықта аяғынан саптама етігін, үстінен күпісін, басынан ескілеу елтірі тымағын тастамайтын кім бар? Екеуінің қолында да буыншақ түйіншек. Соңындағы әйел нар түйенің жанынан қалмайтын бота тәрізді. Көрген адам көпке дейін көзін ала алмайды. 4 терезесі көшеге қараған ағаш үйдің алдына келгенде Иманжүсіп тоқтады. Ұзындығы 3 кездей тақтай сәкіге отырып, қоржынын жанына қойды. Қалтасынан етектей ақ орамалын алып, бетін, мойнын, маңдайын сүртті. Оның жанына жамбастай келіп Бәтіш жайғасқан. Ту, мына ыстыққа қарағанда бағанағы салдың үсті салқын самал ұжмақ екен ғой.
5 жыл жер айдалуға шыдағанда бір күнгі ыстыққа шыдамағаның ба деп Иманжүсіп еңкейіп Бәтиманың бетіне қарады. Шыдаймын ғой, жай айтам деп Бәтіш күліп жіберді. Бағанадан бұларды тамашалап, соңынан еріп отырған екі жігіт келіп қатарласып сәлем берді. Саламат болыңдар, жігіттер. Осы араныкі шығарсыңдар. Базар әлі алыс па? Алыс емес, 3-4 көше қалды. Сіздерді танымадық, аға. Бала күнімізден осы арада өсіп келеміз. Бұрын көрмеген адамдарымыз сияқтысыздар. Көрмесеңдер, көрмеген шығарсыңдар. Үлкен шаһарда кімді кім біліп жатыр. Қанша үлкен шаһар бұл? Бір шетінен бір шетіне бірақ жүріп жетеміз. Рас айтасыңдар, жігіттер. Бұл араныкі емеспіз. Өскемен жағынан келеміз. Жаңа салмен ағып келіп түсіп едік. Базарына барып, қырға қарай жүретін көлік болса, қарастырайық деп едік. Бұл арада тамыр танысымыз жоқ. Қояндыға бармақ екенсіздер ғой. Қоянды дегенде Иманжүсіп жалт қарады. Құлағы елең ете қалды. Оның Өскеменнен шығардағы ойы Қояндыны көріп кету болатын. Дүниенің төрт бұрышынан ағылып келген халық осы арада бас қосады деп еститін. Сонау Қырым мен Қытайдан, Үркіт пен Ірбіттен, Омбы мен Ноғай Мекалайдан алдына салып мың айдаған, қалтасына салып миллион басқан саудагерлер келеді деген лақап жер жаратын. Ноғай Мекалай дегені Новосибирск, бұрын Новониколаевск аталатын. Ойын сауық, балуан күрес, ат жарыс онда деп көрген жанның аузының суы құритын. Басы аман күнінде Қояндыға барсам, теңбіл көкті бәйгеге қоссам деп жүретін Иманжүсіп. Ендігі жылы ең әрі кеткенде арғы жылы барам деп жүргенде Шолақ Ояздың қақпанына түсіп қалды. Дұрыс айтасың, інім, деді Иманжүсіп. Қояндыға бет алып бара жатқанымыз рас. Солай қарай жүретін көлік болса, ілесіп кетсек деп. Қояндыға қарай жұрт ағылып жатыр. Өзеннің арғы беті қыбырлаған халық. Көлік табылады. Биенің бір сауымындай да бөгелмейсіз, деді екі жігіттің бірі. Айдаған малы жоқ, артқан кездемесі мен былғарысы, қанты мен шайы жоқ. Бұл не алғалы барады екен, анадай қан базарға деген ой келді оған. Ағай, сұрады деп сөкпеңіз, Қояндыға күреске түсуге бара жатқан жоқсыз ба? Халық қолдап түс десе түсерміз. Құдайдың берген қуаты бар. Жығылсақ жер көтереді. Ал, Бәтіш, қозғалайық. Базар алыс емес деп тұр ғой мына жігіттер. Бәтима бір жұмадан бері бойы балқып, маңдайы жіпсіп, шәй іше алмай, оның үстіне Семейдің ыстығы мен құмы қажытыңқырап тастап еді. Қабағы кіртиіп, аяғын әзер басады. Амалсыздан жүріп келеді. Иманжүсіп артына бұрылып, Бәтіштің жүзіне қарады. Аяп кетті. Бар қолынан келгені шапаныңды маған берші деп, етегі жерге сүйретіле бастаған шапанды алды да қоржынның үстіне тастай берді. Мені қойшы, деді ішінен. Өз басыма түскенді өзім көтерем. Мына байғұсты айтсайшы. Мен үшін осынша азапқа түстау. Осыныңды мәңгі бақи ұмытпаспын-ау, асыл жар. Сендей әйел қазақтан тудым екен. Туса да бірен-саран шығар. Басына күн туса, көбі бар кегін екі көзінен алып, жылап-жылап қала береді. Азапқа ер азаматпен бірдей шыдайтын сендей әйел көбейсе қор болмас едік. Сөйтіп отырып бұлар базардың шетінен келіп кірді. Базар бүгін аса қызу емес екен. Үлкен саудагерлер былай тұрсын, ұсақ алып сатарлардың өзі тиын тебен пайда табылса деп, түгел қопарла Қояндыға келіпті. 4 аяқ арбаға қарашолақ ат жеккен біреу өте берді. Ағайын, бұрыла кетіңізші. Өзі де тоқтауға таяу келе жатқан арық қара тұра қалды. Не айтайын деп едің? Бергі жиекке жеткізіп тастасаңыз. Болады. Ақысын берсең арғы жиекке де апарам. Не ақы аласың? Көп емес, 5 тиын берсең болады. Қояндыға баратын жұрт көп екен. Алды жүріп барады. Біреулері атын, түйесін жаңа жегіп жатыр.
қыр жолымен жаңа келіп қосылып жатқандар да бар. Шәуешектің бір көпесі 10 шақты түйеге теңдеп шай, қант, кездеме, былғары, кілем, темекі алып шыққан. Базардың ең қызығы бастапқы кезі. Қазақтар келген бетте алды-артына қарамайды, саудаласып та тұрмайды, сұрағаныңды береді. Тегінге жуық жинап алып, айдап қайтып дәндеген саудагер биыл кешірек шығып, пайдадан құр қалдым деп ашу қысып келеді. Көлігін айдасатын, қонған жерде жүк түсіріп, жүк тиесетін адамы аз болып қысылып та келеді екен. Қояндыға дейін ала кетсеңіз деп барғанда қуанып кетті. Сөзге де келген жоқ, ақы да сұраған жоқ. Екеуің екі түйеге мініңдер деді тек. Бір қозғалып кеткен соң саудагер жолда көп тоқтаған жоқ, жүріп келеді. Екі қонып, үшінші күні түс ауа саудагердің түйелері қоянды бұйыратынан асып түсіп, қарақұрттай қаптаған халықты жер жүзіне сыймай Қарасор көлін, Талды өзенін алып жатқан малды көрді. Қоянды жәрмеңкесіне алыстан саудагерлер күн жүріп, түн жүріп, арандарын ашып аптығып жетеді. Бәрінің құлқынын тесіп бара жатқан қазақтың тегін малы, жүні, тері терсегі майы. Цейлон шайы тек Үркіт жақтан келетін саудагерлерде. Мұның бір ширегіне ту қойын сөзге келмей береді қазақ. Ірбіт пен Петремпор жақтан көбінесе бидай қуыратын шойын таба, қаңылтыр бақыраш, 3 шелектік, 5 шелектік шойын қазан, 3 аяқты ошақ. 5 шелектік қазанның құны бір ту бие, ал бір уыс бидай қуыратын шойын таба бір тоқты. Бұхар мен Ташкеннің өрігі мен мейізінде баға жоқ. Басына сәлде ораған сарт, бір шетте әбден кір басып, әуелде қара күрең екені, сары күрең екені белгісіз дорбаға салып, қозының құмалағындай бірдемелерді ұстап тұр. Бұл не дейді ентелеп мосқал қазақ. Бұл пайғамбарымыз дәмін татқан қасиетті тағам, хұрма. Мұныңның құны не? Алыңыз, дәмін сіз де татыңыз. Мұнда құн жоқ. Берем десеңіз, өзіңіз біліп бірдеме берерсіз. Бермесеңіз, Мұхаммед пайғамбар салаллаху ғалейхиссаламның аруағы үшін салауат. Біреуінің дәмін татты қазақ. Тәтті екен. Кәдімгі өрік сияқты. Бірақ сүйегі ондай емес. Жыланның басы сияқты ғой өзі. Дұрыс айтасыз, әпендім. Жіпке өткізіп, баланың бесігіне байлап қойсаңыз, жылан жоламайды. Япырая, сондай керемет бар еді де. Айтып тұрғам жоқ па, пайғамбарымыз жеген деп, тағы алыңыз. Мосқал қазақ уыстап алуға дорбасының түбі көрініп қалатын болған соң қымсынды. 3 саусағының басымен шөкіп алды да, бір құнан өгіздің құнын беріп бұрылып кетті. Мосқал қазақтың ниетіне риза болған саудагер сарт, ниетіңіз қабыл болсын, әпендім деп қала берді. Шәуешектің ащы темекісінің 10 қадағын сатып алып, келесі жылға Қояндыға жеткізетін насыбайшы қазақ арқада сеңдей соғылады. Оның ар жағынан келетін апиын күшала жұмжыма, езіп ішкен адамның әуелі күлкісін келтіріп, көңілін көтереді. Аздан кейін көзін бұлдыратып, басын зеңгітіп, дүниенің бәрін ұмыттырады. Тек келіншегінің санына басын сүйеп жатады да сықылықтап күле береді. Бара-бара буынын баса алмай тәлтіректеп қалады. Бір ұйықтаса, өне бойынан суық тер шығып, 3 күнге дейін бас көтере алмайды. Бірақ бұл түскірлеріңді табу қиын. Қытайдан келген саудагерлер апиынды мысқалдап жасырып сатады. Жең ұшынан, етек астынан шыққан товар қандай құндақ. Күшаланың біреуі бір ту қой, ал қарасында құн жоқ. 4 аяқты жеңіл арбаға айна тарағын, опа далабын, иіс сабыны мен иіс суын тиеп алған қазанның, Уфының Уфа саудагерлері де жүр. Жәрмеңкенің о шетіне бір, бұ шетіне бір шығып, Қарасор мен Талдының суынан шәйнекке шай қайнатып, бақырға ет асып, арбаның астында 3 қанат қосында тамақтанып жатқандар да бар Қояндыда. Сауық сайран да, ән мен домбыра да,
Қарқылдаған күлкі мен қажасқан қалжың да осы қояндыда. Ет пен қымызға тойған қазақтың іздейтіні қашан да осы. Бір үйде омырауын ашып тастап, шапанын иығына жамылған, басында бір шекесіне қисайта киген пұшпақ бөркі бар толық денелі, маңдайы жарты қарыс ақ сары адам отыр. Жасы 30 бен 40-тың арасында, қолында домбыра. Үй толған, бәрінің көзі соның аузында. Бұл арқаның белгілі әншілерінің бірі. Күре тамыры білеуленіп, айғайға басқалы биенің бір сауымындай болды. Қу биік өзге таудан мұнарланған, басқа тау қу болам деп құмарланған. Қу да көп құрақты көл емен ағаш, қу шұнақ қу болуға кім арланған. Үйге симаған халық сыртта, жабықтан қарап, босағадан сығалап, үйдің керегесін сықырлатып керіп барады. Әншінің даусы 6 қырдан асып, қоянды биігінің басына шауып шықты. Одан әрі Қарқаралының тауы мен тасына, орман тоғайына, көлі мен суына жайылып бара жатты. Жәрмеңкеге жиналған 10 мыңнан астам халық айғай шыққан жаққа бастарын жұлып-жұлып алып қарап қалды. Көбінің құлағы бітіп, есі ауып қалғандай. Біреулері аузына апара жатқан сорпасын төгіп алды. Біреулер етегіне салып санап отырған ақшасының санынан жаңылды. Қазақ атаулы басқаның бәрін қойып, аттылы жаяу әншінің даусы шыққан үйге қарай ағылып жатты. Күн еңкейіп, базардың қызуы басылған шақта, жұрт Қарасордың сыртындағы дөңге жиналған. Мұндағы қызық бағанағы ақбоз үйдегі ән мен сауықтан, ет пен қымыздан әлде қайда артық. Қай халықтың болса да делебесін қоздырып, қанын қыздыратын күш сынау балуан күрес. Жұрт жиналып төбенің беткейіне алқа қотан отыра бергенде біреуі: осы жәрмеңкеге кеше Семей жақтан бір жігіт келді. Әй, сол тегін адам емес. Бойында алыптың күшіндей күші бар шығар деді. Саудагер мекен? Жоқ, саудагерге ұқсамайды. Жалғыз ба? Жанында үріп ауызға салғандай келіншегі бар. Ол кім болды екен? Кім болса да соны іздеп тауып, күреске түсіріп қызығын көру керек. Осында Қажымұқан да келді деп жүр ғой. Не дейді-ау, қызықтың көкесін көреміз десейші. Бірақ онымен күресуге кім шыға қояр дейсің? Жанын тастай алмай жүрген біреу болмаса. Неге? Ел емес пе? Ел болған соң одан ер тумай ма? Дүние жүзіндегі кәпір мен мұсылманда оның жықпағаны жоқ дейді. Қажымұқан келсе, оның қызығын көре жатармыз. Оған дейін жаңағы айтқан жігітті іздеп табу керек екен. Мен табам. Кешеден бері 2-3 рет көрдім. Танимын. Ертең алып келемін деді алғашқы көрдім деген пысықша. Әкел, әкел. Жәрмеңкеге Баян жақтан Қараөткелден келген бірен-сарандар Иманжүсіпті шырамытқан да болған. Құдай-ау, осыны қайдан көрдім деп қала берген олар. Сол деуге тілі бармайды. Киімі жұпыны, сақал мұрты өскен. Ол мұндай халге неге келсін? Бойы зор, балуан денелі адам аз ба қазақта? Жұрт төбенің басына жиналған. Мен бір керемет адам көрдім. Бойы пәлендей, білегі түгендей деп даурыққан Иманжүсіпті де, онымен шап беріп ұстасып, тайқып шыға келген жігітті де көрген адам жүгіре жөнелді. Думан әбден қызған кезде жалынып жалпайып Иманжүсіпті алып келді. Күреске түспеймін деген еркіне қоймай, қалың жұрт қауқылдасып, улап-шулап жатты. Жығылсаң жер көтереді. Ел қолқалап отыр. Меселін қайтарма деп жатқандар да бар. Иманжүсіп амалсыздан күреске түсті. Ортаға шығып отырған орта бойлы, бұлшық еттері бұлтыңдаған, мойны жуан, кеспелтек қара екен. Бұл осы маңайдың жамбасы әзір жерге тиіп көрмеген атақты балуаны болатын. Сонысына сенді ме, төбесіне қараса басындағы бөркі түсетіндей зор адамға келіп, бір қолымен білегінен шап беріп, бір қолын іштен салды. Мұның әуелден бергі әдісі балуанның есін жидырмай үйіріп әкетіп, сөйтіп жүргенде аяғынан қағып қалу еді. Бірақ Иманжүсіп онысына көнген жоқ.
орнынан қозғалта алмады. Мынау тегін адам емес екен деп сескеніп қалды жігіт. Қолын жұлып алып шегініп кетті. Өзі қимылдасын дегендей айнала жүгіріп қашқақтап жүр. Бір реті келгенде Иманжүсіп жігітті жауырынынан ұстап алып тік көтерді. Аяғын жерге тигізбей 3-4 айналдырды да лақтырып жіберді. Жігіт етпетінен жығылды. Көпке дейін тұра алмады. Есеңгіреп қалған тәрізді. Иманжүсіп оны қозғалтпай баса қалайын деген жоқ. Таң қалған адамдай қарап тұр. Жігіт тұрды да сылти басып барып топқа кіріп кетті. Иманжүсіпті қолқалап күреске түсірген 5-6 адам жүгіріп келіп үйіріліп жатыр. Нағыз балуан екенсің ғой өзің. Нағыз алып десейші. Енді кім шығады? Кім шығушы еді мынадай жойқынға? Дегенмен күреске түсіп бірде жығып, бірде жығылып жүрген 2-3 дәмелі жігіт шығып еді, олардың бірде-бірін Иманжүсіп қолына алған жоқ. Бұл кім өзі дейді әркім. Қаракесек пен Сүйіндікте, Тобықты мен Найманда мұндай балуан жоқ еді ғой. Иманжүсіпті алғаш шешінгенде-ақ бұлжытпай таныған, Баянауыл дуанынан келген бөлтірік қажы. Ол өзіндей қажылардың, болыс билердің арасында бір шетте отыр еді. Бірақ бұл сол деп ешқайсысына тісінен шығарған жоқ. Сыры ішінде. Тек кеш бата ел орынға отыра бір жігітін қос атпен Қараөткелге аттандырды. Иманжүсіп айдаудан қашып шығыпты. Қояндыда жүр. Ендігісін өзің біл деп Райымханға қағаз жазып берді. Зейнеп пен Бәтиманың кегі бір қайтса, қайтатын жері осы. Құдай сәтін салсаң деп өзі қала берді. Даңқы жер жарған Қажымұқанды Иманжүсіп бұрын сырттай білетін, бірақ көрген жоқ еді. Жұрттың айтуынша ондай адам жер үстіне келген жоқ. Ал кейбіреулер оны палуандықты оқып үйреніпті деседі. Кешеден бері Иманжүсіптің күресін көргендердің ішінен ол бір қатыннан туған шығар. Мынау да осал көрінбейді дейтін айдап салдар көбейді. Қажымұқан Қыпшақтың Алтыбас аталатын тармағынан. Ал Иманжүсіп те Қыпшақ, шаштысы. Ертең Қажымұқанмен күресесің деп даурықты мұны жақтаушылар. Қажымұқанмен күрессем бекен, күреспесем бекен. Жығылсам жер көтереді. Ал аруақ қолдап жығып кетсем, мені қолдаған Қыпшақтың аруағы оны қолдамай мекен. Қыпшақтың дүние жүзіне аты жайылған бір ұлымен белдесіп қайтем деп шыққан бүгін түнеген үйінен. Қояндының қызуы бүгін күндегіден де басым. Жұрттың аузында бір-ақ сөз. Қояндыға Қажымұқан балуан келіпті. Онымен кеше осындағы балуан атаулыны қирата жыққан дәуді күрестіретін көрінеді. Кешегі дөңнің басына жиналып жатыр жұрт. Иманжүсіп пен Бәтима да келді аяңдап. Бұлардың ойы бүгін Қажымұқанды көріп, ертең екеуі ат сатып мініп есіл бойына тартпақ. Қояндыда не көп, сатуға үйіріліп айдап келген жылқы көп. 3 жылқы құр аттың құны 5 сомнан аспайды. 10 шақты адам қаумалап Қажымұқанды әкеле жатыр. Айтса айтқандай-ақ екен. Бас, мойын, иық үшеуі тұтас шойыннан құйылған тәрізді. Бойы Иманжүсіптің бойынан зор емес, бірақ жуан. Сан еті, білектің бұлшық еті кесек-кесек, және бұлт-бұлт етіп қозғалып тұр. Қажымұқан таянғанда дөң басындағы көпшілік өре түре келді. Қазақ жерінің әр түпкірінен келіп, осында бас қосқан болыс билер де, белгілі шонжарлар да, ел жебеген саудагерлер де тұрды, отырып қалған жоқ. Қажымұқанның жұртқа қарасы самарқау қара атан сияқты. Бұқараның өтініші бойынша ол әуелі ойын көрсетті. 4 аяқты ырдуанға 20 жігіт отырғызып, бір саусағымен сүйреп әкетті. Ұзын бөренені мойнына асып, екі жағына жаңағы 20 жігітті 10-10-нан отырғызып, дөңді бір айналып шықты. Сонда бөрене солқ-солқ етті, өзі қыңқ деген жоқ. 2 атан түйе алып кеп, оларға арқан тақты да, арқанның 2 ұшын білегіне орап, түйені 2 жаққа жетеледі. Түйелер табаны жерге жабысып қалғандай
қанша мықшыңдап, созыла тырмысқанмен қозғала алмады. Екеуін де таяқпен, қамшымен жосытып еді, бақырып-шақырып жатып алды. Содан кейін айнала отырған халықтың ортасына барып, жалғыз өзі отырды. Қажымұқанмен күресетін кім бар деп айғай салды Қояндыға балуанды қағаз жазып алдырған жәрмеңке бастығы. Ешкім шыққан жоқ. Анадай алыппен күресем деп есі бар адам айтар ма? Бір топ пысықша шеткерек отырған Иманжүсіпке жетіп келді. Ал жігітім, күш сынайтын, бағыңды байқайтын жерің осы. Кешегі күресің жойқын болды. Қажымұқанмен ұстасуға сен ғана жарайсың. Құдай оңдап, аруақ жар болса, жығып та жіберерсің. Қане, шешін. Иманжүсіп орнынан түрегелді. Бәтіш оған қайда барасың дегендей жалт қарады. Қозғалма, сабыр ет деп белгі берді оған ері. Шешін, тымағыңды, етігіңді таста деп жан-жағынан қаумалап барады жаңағы пысықшалар. Мен шешінбей-ақ қояйын. Осы бойыммен-ақ күресем деп Қажымұқанға қарай аяңдады. Қажымұқан өзімен күресетін балуан келе жатқанда бұрынғы дағдысы бойынша орнынан түрегелді. Иманжүсіп жақындап келді. Қажымұқан ұстаса кетуге ыңғайланып, бір аяғын ілгері салып, бір аяғын кейін тіреп, сәл еңкейіңкіреп тұр. Ассалаумағалейкум деді Иманжүсіп. Жасың кіші болғанмен, жолың үлкен бауырым. Қыпшақтың сен бір баласы, мен бір баласымын. Сенімен күресуге келіп тұрғам жоқ. Бір құшақтап, құмарымнан шығуға келдім. Кел бауырым деп құшағын жайды. Қажымұқан қалбалақтап қалды. Көзінен жас білінгендей болды. Ол да жайды құшағын. Екеуі құшақ айқастырып, 2 рет төс тигізісті. Ағам екенсіз ғой, деді Қажымұқан қол ұстасып тұрып. Ағаңмын, есіл бойындағы Қыпшақпын. Қажымұқан мен Иманжүсіптің күресі осымен бітті. Осыдан кейін көп ұзаған жоқ, Иманжүсіп пен Бәтима ат сатып мінді де, Желтаудың сыртымен семіз бұғылатып, Ботағараны, одан Көгалат пен Көкпектіні басып, Нұраның бойымен Есілге, қартайған әке-шеше мен зарығып күткен Зейнепке, бірер жылдан бері бір күн ауру, бір күн сау Ақшабайға, бір қанатынан айырылған қырандай, көптің талауына түсіп іш құса боп, тек тісін қайрап, күнім туса, жүсібім келсе деп жүрген Шоңайға, екеуі де бір жылда туған Ақшабайдың Тұрсынбайы мен өзінің Дәулетханына, ит жүгіртіп құс салған бір Суат пен Жаушоқыға, Поштабайы мен уряднигін қырғидай тиіп, лақтай бақыртып сабаған Қараөткелге 2 күн 2 түн жүріп отырып келіп қалды. Жолда ат шалдырғаны, көздің шырымын алғаны болмаса тоқтаған жоқ. Бөлтірік қажыдан хабар жеткен күні Райымхан болыс, Шолақ-Ояз, Бұқалық үшеуі апақ-сапақта бас қосып, сағынып қалған тамырдың алдынан шығаруға 10 шақты жігіт сайлаған. Аттан түскен бетте алды-артына қаратпай, қол-аяғын байлап алып келесіңдер. Жігіттер Қарасу маңын күні-түні торып-ақ жүр. Бірақ баяғы урядник пен Поштабайдың кебін киіп, масаға жем боламыз ба деп өздерінде зәре жоқ. Біз білетін Иманжүсіп болса, мына онымызға төтеп беріп, онымызды 10 жерге домалатып асықтай атады. Бірақ бұйрық солай, өлсең де көнесің. Бұлардың күн демей, түн демей, бүгін біреуі, ертең біреуі ұры итше тіміскілеп, Қарасу маңына келгіштеп кеткенінен Шоңай сезіктеніп, жүрегіне түйткіл алған. Бұлар неге бүйтіп жүр деген ол. Құтпан балаларына сақтаған тағы бір бәлесі бар ма? Аларын алды, енді несін алады? Шоңайды Райымхан жігіттерінің бәрі таниды. Оңаша жолыға қалса, шөке деп, Жүсекеңнен хабар ошар бар ма деп жылмаңдай қалады. Сонысына қарағанда, жүректерінде ешбір бөтен ой жоқтай көрінетіні бар. Әлде бұлар Жүсіптен бір сыбыс естіді мекен деп те күдіктенеді Шоңай. 4 жылдан асты, содан бері өзіміз ештеңе білмейміз. Бұларға қайдан келсін? Әйтеуір бір сыр бар. Райымхан мен Шолақ-Ояз тамырың келе жатыр деп сүйінші сұратып Шәріпке кісі аттандырған.
тоқтаусыз келіп кетсін деп бұйырған. Шәріп қатты толғанды. Барайын десе, ұстап беруге Иман-Жүсіпті қимады. Бармайын десе, Шолақ Ояздан қорықты. Ақыр аяғында менің малым мен жанымды алатын Иман-Жүсіп емес, Шолақ Ояз, деді ол. Қабырғасына ақылдаса келді де шыдай алмады, барды. Сол күні түнде Иман-Жүсіпті ұстап беруге тағы бір тілхат беріп үйіне қайтты. Бұл жолы бұлтақтасаң басың кетеді, бірге айдаласың. Ойлан, Шәріп мырза, деп саусағын шошайтып, қаһарын тігіп, ала көзімен атып жығатындай шығарып салды Шолақ Ояз Шәріпті. Шәріп көнді. Қалтасындағы мөрі мен мойнындағы алақандай жезге Иман-Жүсіпті айырбастап жіберді Шәріп. Содан кейін-ақ Иман-Жүсіпті ұстап берудің жолын іздеді. Құтпан айналасында Иман-Жүсіп бар кездегінің бірі жоқ. Үміш қайтыс болған. Жан тәсілімге таянғанда бар күшін жинап, Иманжан қайда деп бір-екі рет үн шығарды. Басында дем салып отырған Ақшабай да, тамырын ұстап, өлі жаны бар, үмітсіз шайтан деп, үмітін үзбей отырған Құтпан да, балалары мен келіндері де түгел еңіреп қоя берді. Оған қараған жоқ. Үміштің көзі жұмыла берді. Ышқынып бір дем алғандай болып еді, содан кейін дыбыс жоқ. Қол аяғы сіресіп қалды. Оған 2 жыл өткен. Бүгін Құтпан балалары аз ғана биесін байлап, бас сауымын сауып келіп отырған. Қымыз қотарылды. Үлкен кішісі жиналып жатты. Басы түскір көтертпейді деп, көбінесе жата беретін Ақшабай да келді. Қымыз орталап келгенде Құтпан түндегі шыққан түні жоқ. 5 адам бас қосқан жерде ылғи түс жорытатын. Алғашқы кезде балалары құлақ қойып тыңдап жүрді де, аздан кейін осы шал алжуға айналған-ау тегі деп өз шаруаларын сөз қып кететін болған. Құтпанның бүгінгі түсі бұрынғыларынан басқаша екен. Өзім бас болып құсқа шыққан екеміз деймін. Жүсіпжан алдымызда кетіп барады. Қолында тентек қарасы, соңында 2 иті. Ол түлкі демейді, қоян демейді, іліп түседі де ең әуелі көзін шоқиды. Иттері анда-санда Жүсіпжанның 2 жағынан келіп арсылдайды. Ұмтылып қояды. Біреуі тіпті шапшып барып, Жүсіпжанның құлын жарғағының етегінен жұлып алады. Оны елең қылған Жүсіп жоқ, әндетіп барады екен деймін. Анау қанжауғыр қайтеді, иесіне ұмтылғаны несі? Сойылмен қақ бастан бір салсайшы барып деймін шоңайға. Қайтер дейсіз, үйреніскен ит қой, дейді бұл. Жүріңдер, өзін қуып жетейік деймін мен. Аттарымызды тебініп қалып жанына жетіп бардық. Астындағы көк мойынның алдыңғы аяғы ақсап жүре алмай барады екен. Бұған не болған дейміз біз? Ештеңе етпес, жаңа шауып келе жатқанда әне бір тасқа соғып алды аяғын. Сол бір түскірге қайта-қайта соғылам. Жолдан былай алып тастайыншы өзін деп атының басын бұра берді. Сен де барып бір жағынан демесейші деймін мен. Сөйтіп келе жатқанда бір суат жақтан бір көк жал көрінді. Тіпті қашатын емес. Ал тастаймын тентек қараны деп шаба жөнелді. Япырай, мынау бір үлкендігі дөнен өгіздей арлан екен. Құсы жазым болар мекен деп бәріміз шу ете түстік. Сол айғайдан оянып кеттім. Ал жорыңдаршы. Жанына жақындап бардық дейсіз бе, деді сопысымақ Ақшабай, көп ойланып отырып. Басқалары шал жақсы түс көрген екен деп қуанысып қозғалысып қалды. Я, дәл жанына келдім. Бетіне бетімді тақап тұрып, атыңның ақсағанына ренжіме, Жүсіпжан, әлі-ақ жазылып кетеді дедім. Ренжіп тұрғам жоқ, жаяу емеспін ғой, дейді. Жанына жақын барсаңыз, Жүсіпжан көп ұзамай келіп қалар, мезгілі де таянды ғой. Аты ақсап көрінбей, қай бір көтеріңкі жүр оның көңілі. Ызаға булықпай, өкінбей жүр дейсің бе, сонысы шығар. Лебізің дұрыс қарағым, қолдарыңды жайыңдаршы. Жүсіп пайғамбардың көруі, Жақып пайғамбардың жоруы болсын. Аллаху акбар. Айтқаныңыз келсін деп бәрі беттерін сипады.
Алдарындағы қымыздарын қайтадан қолға ала бергенде Сейтен жақтан айғай естілді. Шапқан аттың дүбірі білінді. Жақындап қалды. Бәрі құлақтарын тігісті. Шүйінші, шүйінші деген дауыс үзіліп естілді. Оған алдағы ауылдың жылқысы үркіп шұрқырады. Иті үркіп, естіртпей тастады. Не дейді, шүйінші дей ме? Солай дегендей болды. Шықшы далаға, білші. Жүсіпжанның хабарын әкеле жатқан біреу болғай деп Шоңай ата жөнелді. Сүйіншілеп келе жатқан жігіт те жетіп қалыпты. Астындағы жаздай мінілген қақ байталдың тұяғы ғана қыбырлайды. Өзінің даусы қарлығып, құр сүлдері. Тек шүйінші шөке дегенді айтуға ғана мұршасы келді. Шүйіншің не? Қандай хабар естідің? Жүкен ағай келе жатыр. Ай, не дейсің? Рас па? Жалғыз ба? Жанында кіші жеңгей бар. Шоңай есінен айырылып қалғандай. Біресе өз үйіне қарай, біресе жаңағы үлкен үйге қарай жүгіреді. Тұрсынбай, Дәулетхан, қайдасыңдар? Ат әкеліңдер. Үйден 4-5 адам шықты. Не болды? Не? Ат әкел деймін, ат. Қайда баратын едің? Шоңайдың жаңа ғана есі кірді. Бұларға да айтып қуанту керек екен ғой. Жүсіпжан келіп қалыпты дейді. Құтпан айналасында еш жоқ. Көбі көзінің жасы иегінен сорғалап жылап жүр. Апам қайда деді Иман Жүсіп, бірінен кейін бірі құшақтап босатпай жүргенде. Құтпан иегі кемсеңдеп, сақалы шошаңдап тұра қалды. Апаң жоқ Жүсіпжан. Сені сонша күтті, бірақ ар жағын айта алмады. Ақшабайдан бастап бәрі жылады. Малым иесіз қалды, қайтамын деді, сүйінші сұрап шауып келген бақташы бала екен. Оған Шоңай желіде тұрған құлынды биенің біреуін жетелетіп жіберді. Қарасудағы той бір жұмаға дейін аяқталған жоқ. Жан-жақтан келіп, сапырылысып жатқан жұрт. Біреу күле кіріп, күңірене шығады. Біреу Құтпаннан кем қуанған жоқ. Осындай көптің ішінде Шолақояз бен Райымханның жансыздары да бар. Иман Жүсіп тіліне тетку салып, ішіне сыр бүгіп қалатын адам емес. Басынан өткен кеткеннің бәрін бірін қалдырмай айтуға жалыққан да жоқ. Таусылатын да емес. Үміштің қайғысы басылып қалған. Ағайын туысын, елін жұртын көріп, көңілі көтерілді. Сөзде бірінің соңынан бірі қуып келіп, тілінің ұшына лақылдап құйылып жатқандай. Бір айдай өткен соң, қалада не боп жатыр екен біліп қайтайыншы деп, Шоңай атына мініп Қараөткелге кеткен. Барған бетте Балуан Шолақтың үйіне түсті. Бәрін естіп біліп жатырмын. Қуаныштарың құтты болсын. Бірақ Жүсіп әзір бұл қалаға аяқ баспасын. Әр көшенің басында құрулы тұрған қақпан бар. Бірі болмаса біріне түсіп жазым болады. Мыналардың ойы жаман, мен біліп отырмын. Күн бір толастағанда өзім барып, Жүсіппен амандасып, сол арада ақылдасармыз. Сіз қайтыңыз, және осыны өзінен басқаға сездірмеңіз, деді Балуан Шолақ. Япырай, менде әкелерінің құны бар ма осылардың, деді Иман Жүсіп қабағын түйіп. Шоңай келіп Балуан Шолақтың сәлемін айтқанда. Өзіңде де бар Жүсіпжан, деді Шоңай. Әуелде сол арам қатқыр ақсұратты бере салғанда, құда да тыныш, құдағи да тыныш, мұның бірде-бірі болмайтын еді. Ұшына тиген сол емес пе? Одан кейін не істемедің бұларға? Соның бәрін басқаға емес, бірге туған маған істесең де, өмір бақи өш боп кетер едім, деп күлді Шоңай. Өзімнің де істемегенім жоқ екен ғой. Әуелде бұлай боларын, аяғы насырға шабарын біліппін бе? Болар іс болды, өтті кетті. Енді не істейміз? Соны ақылдасайық та. Тілді алсаң, осы арадан кетейік. Ата-бабамыздың туып өскен жері сыр бойына көшейік. Әкей де Ақшабай да осыны жөн көрді. Сонда ол жақта Райымхан мен Шолақояз сияқтылар жоқ бекен? Бұған келгенде Шоңай сөз таба алмай бөгеліп қалды. Осыдан көп ұзаған жоқ, Балуан Шолақ келіп түсті Иман Жүсіп үйінің сыртына. Досының келгенін естіп, үйінен жүгіре басып шығып еді Жүсіп.
Аман есен келдің бе, асылым деп Шолақ құшағын жая ұмтылды. Екеуі құшақтасып көп тұрды. Шоңай бұл екеуінің жанына келіп, Шолақ өкшесін қанша көтергенмен біздің Жүсіпжанның емшек тұсынан аса алмайды екен деді. Қой, шөкеңе күлкі болармыз деп айырылысқан екі алып. Сол күлген беттерімен қол ұстасқан күйі үйге кірді. Шолақ Ояз бен Райымхан сені сағынып отыр. Көздеріне көрінсең, жаңағы мен сияқты құшақтап алып, қысып босатпас деді балуан Шолақ. Оны естіп жатырмын. Сонда не істеуім керек, соны біле алмай отырмын. Біз Құтпан шалдың кіндігінен тараған көп ел емеспіз деді Шоңай. Біздің ойымыз сыр бойына көшіп кетсек дейміз. Осыны ақылдасайық деп сенің келуіңді күтіп едік. Балуан Шолақ ойланып қалды. Сонда битке өкпелеп тоныңды отқа салмақсың ба? Ұстассаң Шолақ Ояз бен Райымхан болыспен ұстасасың. Мына бүйіріндегі Атығай қарауылға, мына бүйіріндегі Қуандық баласына, батысындағы қалың Қыпшақ пен Бегендікке, шығысындағы Сүйіндікке қояр қандай кінәң бар? Осы елдер сені жібере ме деді Шолақ. Бірақ Жүсіпжан айдалып бара жатқанда солардың ешқайсысы ара түсе алмады ғой. Өзің не істей алар едің, не келеді қолыңнан? Көзіңнен қанды жас ағып қала бердің. Халық та сол. Жүсіп айдалып бара жатқанда солардың іші ашымады дейсің бе? Ашыды. Бірақ ұлықтың әміріне не дей алады? Халық дегенің алдындағы айдаған мал емес пе деп, тістене қолын сілтей ағайынды екеуіне кезек қарап барып тоқтады Шолақ. Рас айтасың бауырым, көшпеймін сырға. Көшсем қорықты дейді. Және мына 90-ға келген шалмен бір күн ауру, бір күн сау ағаны, қызыл қарын жас баланы, сонау Қарақұм мен Қызылқұмнан, Бетпақтың шөлінен қалай өткіземіз? Сырға қалай жеткіземіз? Қалай ойлайсың деп Иманжүсіп ағасына шүйіле қарады. Сөзіңнің бәрі дұрыс Жүсіпжан. Бірақ сонда не істейміз? Бұл жерде бізді тыныштықпен отырғызбайды. Ұлықтың құдіреті күшті деп отырған жоқ па мына балуан Шолақ? Отырғызады. Тіпті болмай бара жатса оны көрерміз. Жаным тірі болса, әлі де алысам Райымханмен, Шолақ Оязбен. Жанған өртке қарсы өрт салып сөндірмеуші ме еді? Өлсем өлермін. Қоян сияқты қашып жүріп өлгеннен, оққа төсіңді төсеп, қарсы тұрып өлген артық деп Иманжүсіп сөзді тыйып тастады. Бұл сөздер Райымхан мен Шолақ Оязға жетпей жатқан жоқ. Оларда да көз, құлақ бар. Иманжүсіптің өртті өртпен сөндірем дегенін естіп, олар да қылыштарын қайрай түсті. Қарасу бойынан күні-түні тыңшылары үзілген жоқ. Біреуі желдей шығып, аяғынан кеткен саяқ аттарын іздеген болып келеді. Біреуі қу молда қысы-жазы отыратын тәуіпке бедеу қатыны жүкті болар мекен деп ішірткі жаздырып алу үшін келеді. Ақырында Шолақ Ояз бен Райымхан болыс Иманжүсіпті Өскемен түрмесін бұзып шыққан қашқын деп жариялап, ұстап әкелуге 10 солдат шығармақшы болыпты. Ол хабар да жетіп жатты. Келсін, көрерміз деп Иманжүсіп пен Жексен мұрттарынан күлді. 10 солдатыңды қырып тастайды ойбай. Құтпан баласы ажалдан қорқушы еді. Қанына қарайып алды. Одан да басқа жолын ойла деп, Тәшти Хазірет, Пересыпкин тәрізді ақылшылары азар да безер. Солдат шығарудан іс шықпайтынын сезіп, Шолақ Ояз бен Райымхан енді не істерін білмейді. Дел сал, беттері қайтып қалды. Бір күні 2-3 жігітке аңдытып қойып, үйінен шықсақ аттырып тастайық деп, Шолақ Оязға 2 күнде бір келіп қыңқылдайды болыс. Жауабын Құдай алдында бере жатпақ. Тек әуелі қолға түссінші. Жоқ, ол болмайды Райымхан мырза. Менің басым екеу емес. Ол жалғыз жүрген жоқ, ағасы бар, серіктері бар. Олар қумай қоймайды. Тіпті атқан адамның біреуі қолдарына түсіп қалса, мүлде масқара боламын. Бұл генерал-губернатордың өз алдында сөз сөйлеп, жауап берген белгілі адам. Ол мұндай адамдарды ұмытпайды. Біздің мұнымен өш екенімізді генерал мырза біледі. Сондықтан ондай пәлеңді айта көрме.
Әгәр дә қолға түсірсек, қол аяғына кісен салып, айдатып жіберуге болады. Онда да генерал мырзаның алдына жеткізбеуіміз керек. Ол кісі ана жылы екеумізді де орнымыздан жұлып тастап, Құтпановты босатып қоя беруді ойлағанын өзің естіп едің ғой. Бірақ бізден барып жатқан қағаздың бәрін аяққа баса бермейін. Бұларда екі басты самұрықтың суреті бар деп, патшаның белгісін Романов ұрпағының Құдай тағала оны ана дүниеде жарылқасын, аруағын сыйлапты. Тек Өскеменге жер аударылды дегені болмаса, түрмеде бір күнде отырмай қайтып келіп отыр ғой. Қолға түсірудің басқа жолын ойламасаң, тапатал түсте есігінің алдында атып тастау дегенді аузыңа алма. Оған менің ретім келмейді. Сонда қандай жол бар, айтыңызшы. Мен қайдан білейін, қазақтың сырын қазақ біледі. Қонаққа шақыр тағы деп, Шолақ Ояз қарқ-қарқ күлді. Мұнысы Райымханға табалағандай көрінді. Қап, мұның қолынан да түк келмейтін болды-ау. Қонаққа шақырғаным ана жылы ғой. Бүкіл арқаға масқара болғам жоқ па? Бәрін ұмыттым, тастадым деп кісі сал. Үйіне бар, аяғына жығылған бол. Сөйтіп алдап түсір. Чулаков алдап түсір дегенде Райымхан басын көтеріп алды. Ойланып қалды. Ең дұрысы осы. Ол үшін мәтінің шәрібін салу керек. Шолақ Оязға анты бар, ол бұлтара алмайды. Шәріп пен Иманжүсіп төс соғысқан тамыр. Сыйлыққа біріне-бірі ат берген, құс берген. Омбыдан солдат шығатын жылы қысты күні екеуі Ерейменде 2 ай бірге жүріп құс салған. Райымхан осы ойын Чулаковқа айтып еді, ол, міне, мұның әбден дұрыс деп қуанып кетті. Сол күні түс ауа Райымхан Әубәкір қожа мен Әмірені жандарына атқосшы беріп, шаңдақты жайлап отырған мәтінің шәрібіне аттандырды. Көзге көп түспеңдер, суыт жүріп барыңдар деп тапсырды. Жалғасы бар.